Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді футбол сүйер қауым, назарларыңызда футболдан Қазақстан премьер-лигасы бүгін 4-ші тур Павлодар қаласындағы орталық стадионнан тікелей трансляцияны назарларыңызға ұсынамыз. Семейдің Елімай командасы бүгін осы бір керемет кешенде Қызылорданың Қайсарымен жолғатын болады. Бұл 4-ші тур, қадірменді көрермендер, және Елімай командасы Семейдегі стадион дайын болмағандықтан командардың бірі 2023 жылдан бері баптап келеді. Тамаша пас, соққы жасау керек мына жерде. Сәл болмағанда міне Қайсар командасы есеп ашып кете жаздады. 18-ші нөмірлі Виталий Приндета бұл. Оған дейін тамаша пас. Сонымен кім жетеді бұған? Соққы бағыттау керек. Қолына тиді дейді қазір Руслан Юденков. Қазір қолын көтерді. Төреші тура қасында тұрды. Төнелі себебімен шотландиялық ұжымға жол берген еді. Қазір Қайсардың шабуылы. Руслан Сақалбаевтың аяғына доп дұрыс жатпаған. Тағы бір сейф, тағы бір бағытталған соққы. Йован Паевич бұл жолы. Оның тепкен добы биік кетті. Денис Ковлинов бүгінде Василий Совпель ортаға қарай ойыста. Енді әріптесіне пас, соққы. Айбар Жақсылықов қиыннан қиыстырып соққы жасап кеткісі келген, бірақ ойы жүзеге аспады. 22 жылы Қазақстан ұлттық құрамасында бапкердің уақытша міндетін атқарды. Ортаға қарай пас, соққы. Қақпадан қиыс кетті. Бұл Еркебұлан Нұрғалиевтің бағыттаған соққысы еді. Виктор Кумуков ашулы қазір өзінің ойыншыларына. Және Корнет Квентин алаңға кірді. Алаң иелері сапында. Елімайдың шабуылы айбалаңының ішінде. Иван Свиридов ортаға пас және гол! Шина маусымдағы екінші голын соғып отыр, қадірменді көрермендер. Айтып ауыл жиғанша мінекей Алвес дос Сантос артында Шина деген жазуы бар. Ойынның 80-ші минутында матчтағы алғашқы голды соғып отыр. Осылайша Андрей Карповичтің командасы есепте. Сергей Кейлер сол қапталда. Майко Машақ ортаға берілген пас, соққы! Тайды Андрей Карпович әрине. Саят Қарабаев матчтағы соңғы 40-ты шалды. Қадірменді көрермен, Елімай командасы 3 ұпайға қол жеткізіп, жалпы турнирлік кестеде 4-ші орынға